Ассаламу алейкум. Бүгін таңғы асқа картопты кішкене шелпектер жасайтын боламыз. Ірімшік салмасы бар. Ол үшін 900 грамдай картопты асып алып, жақсылап еземіз. Кейін 1 стакан ұн, 2 жұмыртқа, 1 шымшым тұз, қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды араластырып болғаннан кейін ішіндегі салатын салмасын ірімшіктерімізді 4 бұрышты етіп турап аламыз. Кейін қолымызға қамыр жабыспас үшін қолымызды сулап, қамырды домалақ етіп, ортасына ірімшік саламыз да домалақтап пішін береміз. Барлығын даярлап алғаннан кейін оты орташа қызуда тұрған табаға май құйып қыздырамыз. Астына отты орташа қызуда жағып, қызып тұрған табаға май құямыз да дайын тұрған картоп шелпектерін салып 5 минуттан 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Және қақпағын жабуды ұмытпаңыздар. Отыңыз қатты болып, асты күйіп кетпеуін бақылаңыз. Міне біздің таңғы асымыз да дайын болды. Картоп шелпектерін дастарханға ыстық күйінде ұсынғаныңыз дұрыс. Картоп шелпектерін қаймақпен, майонезбен немесе кетчуппен ұсынсаңыз болады. Өте дәмді, өте жұмсақ. Кішкене балаларыңызға ұнайтынын сөзсіз. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Және пікірлеріңізбен комментария бөлімінде бөлісіңіздер.